Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай әрі дәмді варенье қосылған пирог жасайтын боламыз. Үйіңізде желінбей қалып кеткен варенье немесе джем болса, дәл осы пирогты жасап көріңіздер. Ең әуелі ыдысымызға 2 дана жұмыртқаны салып аламыз. Үстінен қантты салып, венчиктің көмегімен қанты ерігенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Қанты еруі маңызды, себебі біз қазір қамырды илеп, холодильникке салып қоятын боламыз. Сол себепті қанты ергенге дейін венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен бөлме температурасындағы немесе еріп тұрған сармайды осылай салып, және де 2 ас қасық қаймақ салдым. Кез келген пайыздағы қаймақ жарай береді. Барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып, үстінен разрыхителді саламыз. Және де ұн илегіштен өткізілген ұнымызды салып, қамырды илейтін боламыз. Толық құрамын төменге описанияға жазып қалдырып кеттім. Барлығын өлшеп, дәл осы құраммен жасап көріңіздер. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады, қолға жабыспайтындай жұмсақ болып, себебі құрамында сармай және де қаймақ болғандықтан өте жұмсақ болады. Қамырымызды илеп, пакетке салып, холодильникке 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Қамыры кішкене қатқанын күтеміз. Егер менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар, себебі менің каналымда өте көптеген қарапайым, қолжетімді оңай рецептерді таба аласыздар. Менің қамырым 15 минут тұрды. Қамырдың бір бөлігін үлкендеу, келесі бөлігін кіші бөлікке бөліп, 2-ге бөліп, үлкен бөлігін осылай жайып аламыз. Үйіңізде кез келген дөңгелек форма болса, 24-26 диаметрлік формаларға осылай салып, шетін кішкене ғана бортик шығарамыз. Қатты көп емес, кішкене ғана. Дәл осылай шет-шетін дұрыстап жөндеп шығамыз. Ал ішіне менің үйде біраздан бері желінбей қалған өріктің вареньесі болатын. Соны салдым. Сіздер үйлеріңізде қандай варенье немесе джем болса, кез келгенін сала берсеңіздер болады. Ал екінші кішкене бөлігін оны да осылай ұнның көмегімен жайып шығамыз. Әдемі болу үшін осындай ирелек пышақпен, бауырсақ кескішпен осылай кессеңіздер болады. Лентаны жіп-жіңішке етіп кесіп шықтым. Содан кейін дәл осылай пирогтың бетіне орналастырып шығамыз. Дәл видеодағыдай дәл осылай бір қатар етіп, келесі бетін екінші қатарға етіп, дәл осылай әдемілеп қойып шығасыздар. Бетіне жұмыртқаны жағасыздар. Сап-сары болып пісу үшін 180-200 градуста беті қызарғанға дейін 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Өте керемет болып шығады. Бұл қамыр піскеннен кейін кішкене көтеріледі. Пирогымыз пісіп шыққаннан кейін, әбден суығаннан кейін барып формасынан аласыздар. Өте оңай әрі қарапайым рецепт, үйдегі бар заттармен жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Парақшам пайдалы, сол себепті каналыма тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыз.